Баршаңызға сәлем құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге ашытқы қосылмайтын, тез дайындалатын, көп ингредиент қажет етпейтін және жұмсақ болып шығатын нанның рецептін ұсынамын. Ол үшін жылы айран, ас содасы, тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен терең ыдысқа жылы айран құйып, бетіне тұз және ас содасын қосып араластырамын. Массаны жақсылап араластырып болғаннан кейін, аздан ұн салып араластырамын. Масса қою болғаннан кейін, қамырды қолмен илеймін. Қамырды әбден илеп болғаннан кейін, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямын. Силикон төсеніштің бетіне ұн сеуіп, қамырды тең бөліктерге бөліп жаямын. Құрғақ қызып тұрған табаға жайған қамырды беті қызарғанша пісіріп аламын. Мінекей ашытқы қосылмайтын,
тез дайындалатын, көп ингредиент қажет етпейтін және жұмсақ болып шығатын нан дайын. Отбасыңызға дайындап көріңіз. Ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.